Біз Сақа деген мырзаменен бүгін күні бойы жүрміз. Осы Жамбыл облысының біраз жерін бізге көрсетіп, шаруалармен таныстырып, жағдай қалай екенін таныстырып жатырсыз. Енді жалпылама мынау бұл тек қана қуаңшылық жарайды, ол бір экологиялық мәселе. Мұнда адами факторлар да бар ғой, өзіміздің жағы саясат, агро саясатта жөндейтін бірдеңе, басқа елдің жайы жөнінде өзіңіз бір-екі ауыз сөз айтсаңыз. Рахмет. Мына біздер өзіміздің елімізде агро саласын қолға алмасақ, біздер аяққа тұрып кете алмаймыз. Өкімет тарапынан үлкен көмек керек біздің агро саласына. Мысалы айтайық, мына биылғы мына ақ егісті айтайық. Ақ егістен біздің Жамбыл облыста мәз болып жатқан ешкім жоқ. Арпа бидай ғой, ақ егіс деген арпа бидай болады. 2-3 центнерден елдер алып жатыр. Әрине түсінеміз, тапшылық, су, жаңбыр болған жоқ көктемде, оны ауа райы дейміз, мақұл. Бірақ мына біздер мысалы ақ егіске ертерек вегетацияның несін массасын көтеру үшін біздер ертерек не береміз, селитра береміз. Казазоттың руководствосы биыл мүлдем біздерге жәрдем берген жоқ. Сол үшін бізде ұсыныс жасадық, ағайындар, біздерге күзде беріңдер. Күзде берейік десек, қолдаудың программасы тура келмейді біздерге. Тура келмейді. 1 февральдан қолдау ашылады, осы текущий годқа мысалы. 1 декабрьде қолдау бітеді. Біздер күзде егерде ақшамыз болады, басқамыз болады, көктемге деген бір программаны, бір корректировка жасап, біздерге соны сатып алсақ, біздерге тиімді болады. Складтарымызға салып қоямыз. Зато білеміз, көктемде біздер шығып кетеміз бәрін елден. Тағы айта кететін жағдай, сіздер 15 февральда уже егіп тастайсыздар, Біздер егерде күн ашық болса, январдың соңынан бастап егеміз. Біздерге ал сіздер, значит, ана көктемдік весенний полевые работы, көктемдік науқан, жаңағы селитраңыз бар, басқа жұмыстар, вообще сіздерге уже ол ақсақ қой түстен кейін маңырайды деген сияқты мүлде жай қалып жатыр ғой, сонда? Қалып жатыр. Біздерге мысалы жанармай біздерді биыл 22 марттан кейін берілді. Шыны керек, осы биыл 22 марттан кейін берілді. Бұрындары майда берілетін еді, ақырын жылжып келе жатыр осы. Неге қарай? Бірақ соны біздерде январдың басында берсе бізге. Январдың басы жанармайды берсе, енді жаңағы селитраны ертерек берсе, сонда біздер нұр үстіне нұр болатын еді, жағдайымыз жөндеп алатын еді. Тура былай ұрынбас едік дейсіз ғой. Ұрынбайтын еді. Сәл-пәл бұдан жеңілдеу болар еді дейсіз ғой. Жеңілдеу болады. Біз жаңағы біраз уже шаруаны көрдік, бір 10 жақты шаруашылықтың шет жағасын көріп қайттық. Жалпы мына болып жатқан Тұрсын бауырымыздың жерімізде тұрмыз, бұл қаншама шаруаға тиесілі? Енді біздің жалпы енді біздің Жамбыл облысында ақ есік айттым, полностью провалено. Мына ауа райынан ошым жаңбыр болған жоқ, тағы айтылып кеткім келеді. Мастан алған жоқ, бой жоқ. Бой болмаған екен комбайнға ілінбейді. Одан тыс май айында қатты ыстық болды да, колосоктарда дәннің саны аз. Дәннің саны щуплый. Біздер не дейміз, аш дейміз ғой. Аш ұрық. Биыл енді білмейміз, енді біздер қалай енді. Ендігі жолы мынадан қалай шығып кетеміз енді? Қандай кеңес берер едіңіздер өкіметтегілерге? Өкіметтегілерге кеңес беру үшін бірінші бізде ұрық мәселесін шешу керек. Биылдыққа ұрық жоқ запас біздерге. Бәрі аш ұрық болғаннан кейін егеміз біздер. Екіншіден су мәселелері 80% Қырғыздан тәуелдіміз суға. Сол үшін мына скважина мәселе бойынша. Енді дождевалка, капельный мәселе болса, соны 80% өкімет өтеп беретін болса, біздер соған ақырын өте береді. Сіздер өтуге дайынсыздар, Өтуге дайынбыз. Бұғанға дейін бірнеше жыл бұрын болғанда сіздер әлі ойланып, толғанып, болады, болмайды деп жүрдіңіздер, Қазір көздеріңіз жетіп отыр. Көздеріміз жетіп отыр, бастан тиіп отыр, уже сол үшін біздер дайынбыз. Өкімет тарапынан көмек болатын болса, бір программа болатын болса, біздер дайынбыз өтуге.